Здравствуйте, ребята! Добрый день! Урок номер 59. Зеленая страна. Жасыл ел. Ты продолжишь учиться составлять рассказ описания о животном, записывать предложения по образцу. Сен жануарлар туралы суреттеу арқылы әңгіме құрастыруды жалғастырасың. Сөйлемді үлгі бойынша жазасың. Упражнение 1. Прочитай и спиши предложение. О чем оно? Сөйлемді оқып, жазып аламыз. Ол не туралы? Без животных мир пустой, серый, скучный, даже злой. Жануарларсыз әлем бос, сұр, қызықсыз, тіпті зұлым. Упражнение 2. Прочитай текст, о какой удивительной стране идет речь. Мәтінді оқимыз, қандай ғажайып ел туралы айтылған. Удивительную зеленую страну населяют удивительные жители. В перьях, в шерсти, в чешуе. И удивительно там происходят события. А загадки там на каждом шагу. Все есть у тебя для путешествия в эту страну. Есть ноги, чтобы идти, есть уши, чтобы слышать, есть глаза, чтобы видеть, и голова, чтобы все понять. Таң ғажайып жасыл елдің ғажайып тұрғындары бар. Олардың қанаттары бар, жүндері бар және қабыршақтары бар. Және бұл ғажайып елде ғажайып жәйттер болады. Әрбір басқан қадамың ол жұмбақтан тұрады. Бұл елге саяхаттау үшін сенде барлығы бар. Аяғың бар бару үшін, құлағың бар есту үшін, көзің бар көру үшін және басың бар соның барлығын түсіну үшін. Как ты думаешь, где находится эта страна? Что за жители населяют зеленую страну? Қалай ойлайсың, бұл ел қайда орналасқан? Және жасыл елдің тұрғындары кімдер? Кімдер мекендейді? Населяют, мекендейді, жители, тұрғындар. Упражнение 3. Прочитай загадки и отгадай жителей зеленой страны. Жұмбақты оқып, жасыл елдің тұрғындарын табамыз. Название зеленой страны. Природа. Жасыл елдің атауы. Табиғат. Название жителя с чешуей. Қабыршағы бар тұрғынның атауы. Рыба. Балық. Название жителя с перьями. Қанаты бар тұрғынның атауы. Я проснулся поутру, кто ж каркает в саду? Посмотрел я вниз с балкона, это черная ворона. Мен таңертеңгісін ояндым, ал бақшада біреу қарқылдап жатыр. Балконнан төмен қарадым, бұл қара қарға. Название жителя с шерстью, это волк. Жүні бар тұрғынның атауы, қасқыр. Что тебе помогло понять загадки природы, окружающей среды? Қоршаған ортаның, табиғаттың, жұмбақтың шешімін табуға саған не көмектесті? Упражнение 4. Составь предложение с указанными словами, напиши их. Көрсетілген сөздермен сөйлем құраймыз және жазамыз. Природа оживает весной. Животные живут в лесу. Птицы летают в небе, рыба плавает в реке. Табиғат көктемде оянады. Жануарлар орманда өмір сүреді. Құстар аспанда ұшады, ал балық өзенде жүзеді. Следующее задание. Назови время и число данных глаголов. Берілген етістіктердің қай жақта тұрғанын, қай түрде тұрғанын анықтаймыз. Оживает, плавает, единственное число, настоящее время. Летают, живут, множественное число, настоящее время. Оянады, жүзеді. Жекеше түрде осы шақта тұр. Ал ұшады және өмір сүреді, көпше түрде осы шақта тұр. Так, упражнение 5. Прочитай, кто это. Оқимыз, бұл кім? Это рыжее, чудное, пушистое животное. Оно живет чаще леса. Его пища – мыши. Бұл жануар қызғылт, ғажап, үлпілдек жануар. Ол орманда өмір сүреді. Оның тағамы тышқандар.
Расскажи о правописании сочетания жи, ши, ча, ща, чу, шу. Жи, ши, ча, ща, чу, шу тіркестерінің дұрыс жазылу ережесін айтып береміз. Жи, ши пишется с буквой И. Ча, ща пишется с буквой А. Чу, шу пишется всегда с буквой У. Жи, ши тіркесі И әрпімен жазылады. Ча, ща тіркесі А әрпімен жазылады. Чу, шу тіркесі У әрпімен жазылады. Упражнение 6. Составь рассказ о диком животном зайце по плану. Жабайы жануар қоян туралы жоспар бойынша әңгіме құрастырамыз. Первый. Где живет заяц? Қоян қайда өмір сүреді? Второй. Какие у него лапы и уши? Оның құлағы мен табандары қандай? Третий. Как они помогают ему выжить? Олар оған қалай көмектеседі өмір сүруге? Четвертый. Почему заяц меняет свою шерсть? Қоян неге тонын ауыстырады? Заяц живет в лесу. У него длинные уши, большие задние лапы. Большие уши помогают зайцу хорошо слышать, четко улавливать даже малейший звук. Длинные сильные задние лапы помогают зайцу быстро бегать и совершать прыжки на несколько метров. Осенью и зимой она становится белая, и заяц сливается со снегом. Теперь хищники его не увидят. А летом и весной зайчику помогает спрятаться в траве и кустах серенькая шубка. Қоян орманда өмір сүреді. Оның құлақтары ұзын, табандары үлкен болады. Оның ұзын құлақтары әрбір дыбысты естуге көмектеседі. Ал оның үлкен табандары оған жүгіруге, бірнеше метр жерге секіруге көмектеседі. Күзде және қыста ол тонын ақ түске ауыстырады. Қар түстес болады. Сол кезде оны аңдар көрмейді. Ал жаз бен көктем уақытында қоян тонын сұр түске ауыстырады. Бұл кезде ол шөптің арасында, талдың бұтағында тығылуға көмектеседі сұр түсті тондары. Сөйтіп олар аңдардан қорғанады. Поделись рассказом с другими одноклассниками. Что интересного ты узнал на уроке? Әңгімемен басқа сыныптастарыңмен бөліс, сабақта қызықты не білдің? Урок окончен. Ребята, до свидания. Подписывайтесь на мой канал.